Алғашқы жазда келді. Демалыс пен саяхат вақыты. Күн шуағынан жылу алып, күндерімізді жарқын естеліктерге толтырып, көрікті жерлердің жанында селфи жасап, коллекциямызды толтырамыз. Айтпақшы, естелік суретке түсу үшін алысқа барудың қажеті жоқ. Біздің қаламызда селфи жасайтын орындар өте көп. Олар сіздің фотоальбомдарыңызды безендіріп қана қоймайды, сонымен қатар Теміртау тарихы туралы біліміңізді де арттырады. Сонымен қаламыздың көрікті жерлеріне шағын саяхат жасап, естелік суретке түсіп, мен осында болдым деп сеніммен айтайық. Алғашқы суреттерді жасау үшін біз қаланың ескі бөлігіне, Теміртаудағы ең әдемі, бірақ аз танымал орындардың біріне барамыз. Бұл ескі қаланың оңтүстік бөлігінде орналасқан бос қалған ескі тас карьері. Тас карьері орналасқан төбе қабір деп аталады. Қаланың байырғы тұрғындары осы шоқының жанында өткен ғасырдың 30-шы жылдарының соңында жергілікті тұрғындар киіз үйлер тігіп, мал бағып жүргендерін еске алады. Мүмкін жақын жерде зират болған шығар. Бір сөзбен айтқанда, шоқыға неге мұндай мұңды атау берілгенін қазіргі күнде түсіндіру мүмкін емес. Біз бұл тас карьердің өткен ғасырдың 30-шы жылдарының басында салына бастағанын білеміз. Және де Нұра өзенінде Бөгет пен Самарқанд су қоймасын салу үшін осындай табиғи тастар қажет болды. Бұл төбеде тасты өндіру орны таңдалды. Және де бұл төбе мен бөгеттің орны тым алыс болғандықтан темір жолдар салынды. Құрылыс материалдарын жеткізу үшін арбалар мен паровоздар пайдаланылды. Ал карьердің барлық жұмыстары толығымен қолмен жасалды. Көп жылдан бері бұл карьер қараусыз қалды, және бұл шоқының карьерге дейін қандай қалыпта болғанын біз білмейміз. Болашақ Теміртау қаласының алғашқы құрылысын еске алу үшін тек қана осындай жартастар ғана қалды. Естелік суретке түсейік. Біз қаламыздың келесі көрікті жеріне бет алдық. Бұл ескі Теміртаудың орталық алаңы. Бұл алаң өткен ғасырдың 30-шы жылдарының соңында 1939 жылы салынған. Самарқанд кентіндегі Панфилов көшесі 20-шы үй, көп қабатты бірінші үй қалыптаса бастады. Қаланың бұл бөлігі Санкт-Петербург, бұрынғы Ленинград көшелеріне ұқсайды. Өткен ғасырдың 30-шы жылдары Ленинград облысы Жас Қазақстан Республикасына қамқорлық алды. Сондықтан бұл алаң Ленинград жобаларына сәйкес салынған. Балалар мен жасөспірімдер театрының ғимараты алаңның сәні болып табылады. Ол 1956 жылы металлургтердің мәдениет сарайы ретінде ашылды. Кезең-кезеңмен бұл ғимаратта музыкалық комедия театры және неміс драма театры орналасқан. Қазір балалар мен жасөспірімдер театры. Балалар және жасөспірімдер театрының ғимараты Қарағанды облысының сәулет ескерткіштерінің тізіміне енгізілген және мемлекеттің қорғауында. Театрдың жанында рухани жаңғыру саябағы орналасқан. Бұл Теміртаудағы ең әдемі және көне орындардың бірі. Саябақ өткен ғасырдың 30-шы жылдары қаланған. Бірте-бірте аллеялар асфальтталып, жарықтандырылды. Би алаңы мен аттракциондар орнатылды. Бірақ 90-шы жылдары саябақ қирай бастады. Тек 2018 жылы ғана рухани жаңғыру мемлекеттік бағдарламасы аясында саябақ қалпына келтіріліп, қала тұрғындарын қуанышқа бөледі. Саябақ Теміртау тарихының орталығына айналуда. Мұнда алғашқы теміртаулық трамвайлардың бірі орнатылды. Биыл саябақта өткен дәуірдің қайраткері Владимир Ленинге арналған алғашқы ескерткіштердің бірі қалпына келтіріліп орнатылды. Ескі қала саябағында бірнеше суретке түсіп алайық. Келесі суреттер үшін біз Теміртау орталығына, Республика даңғылы мен Металлургтер даңғылының қиылысына барамыз. Соңғы 30 жыл ішінде алаң қатты өзгерді. Қазір мұнда Теміртаудың символына айналған нысандар, Металлургтер монументі және тұңғыш президенттің тарихи-мәдени орталығы орналасқан. Алаңның ашылуы Теміртау қаласының 40 жылдығы қарсаңында 1985 жылдың қыркүйегінде өтті. Содан кейін Ленинге ескерткіш ашылды. Ескерткіштің жалпы биіктігі тұғырымен бірге 16 метрге жуық. Ильичтің мүсіні қоладан жасалған. Тұғыр қызыл және қара гранитпен қапталған. Кеңес заманындағы ескерткіш алдындағы алаң салтанатты іс-шаралар мен митингілердің орталығы болды. 2000 жылы Ленин ескерткіші бөлшектеліп, еңбек даңқы саябағына көшірілді. Оның орнына Металлургтер монументі орнатылды. Бұл монумент Теміртау қаласының символына айналды. Бұл өнер туындысының авторы Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген өнер қайраткері Дулык Анатолий. Ескерткіш тот баспайтын болаттан және қоладан жасалды. Тұғырдың биіктігі 2,7 метр. Дулат оқытушы фигураларының биіктігі 5 метр. Фигуралардың артында символдық домна пеші орналасқан. Және де стелланың биіктігі 23 метр.
Астана алаңында өзінің сәулеті бойынша бірегей тағы бір нысан, бұл Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай 2011 жылы ашылған тұңғыш президенттің тарихи-мәдени орталығы. Тарихи-мәдени орталық ғимаратының сәулеті бойынша баламасы жоқ. Оны суретшілер Владимир Колыш пен Қайрат Жиенбаев жасаған. Ғимаратта қор сақтау орындары, қалпына келтіру шеберханалары, үйірме бөлмелері, кино дәріс залдары бар. Екінші қабатта музей орналасқан. Оның экспозициясы егемен Қазақстанның қалыптасуы мен дамуына арналады, және де тұңғыш президентіміздің өмірі мен қызметі, Теміртау мен Қарағанды облысының тарихы туралы баяндайды. Күн сайын қаламыздың көшелерінде жүріп, біз оның қаншалықты әдемі екенін байқамаймыз. Ал сіз Теміртаудың қай көшелерінде естелік суреттерге түсуге лайықты деп ойлайсыз?